Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін түріктердің ең дәмді нандарының бірі симит дайындайтын боламыз. Симит нанының сырты қытырлақ, іші жұмсақ болады. Керекті ингредиенттердің тізімін видеоның астына жазып қойдым. Ең алдымен қамырды дайындап аламыз. Ыдысқа сары майды салып, суды құйып, кейіннен дрожж, шекер, тұзымызды саламыз да, алдын ала електен өткізілген ұнды салып, қамыр илейміз. Жаңадан рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қамырдың жақсы көтерілуінің ең басты техникасы қолыңызбен жақсылап тұрып илеуде. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Видеода көрсетілгендей етіп илеңіздер. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге шамамен 30 минутқа қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенше шәрбатты дайындап қоямыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ағы керек. Үстіне су құйып, бал қосып, жақсылап, бал ерігенше бәрін араластырамыз. Міне біздің шәрбатымыз дайын. Көтерілген қамырды алып, осылай ұзынша етіп, 4 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Қамырды ұзынша етіп созып аламыз да, бір-біріне біріктіріп, видеодағыдай айналдыра отыра түйеміз. Пешті алдын ала қосып, 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырларыңыз түйген кезде тым жұқа болып кетпесін. Енді екі жағынан шәрбатқа жақсылап салып аламыз да, қуырылған күнжутқа аунатамыз. Барлық симитті да осылай қайталап шығамыз да, алдын ала қыздырып қойған пешке салып пісіреміз. Міне біздің симитіміз дайын болды. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.